Енді Алла Тағала Құранның басқа аятында бастарыңа келіп атқан жамандық қол екі жасаған күнәлеріңнің кесірінен дейді. Демек біз күнә жасаймыз, сол күнәміз бізге не болып келеді? Жамандық болып келеді. Ол да бірақ жамандық емес екен. Күнәміздің жазасы. Демек жасаған күнәміздің жазасын Алла Тағала осы өмірде беріп жатыр бізге. Демек Алла Тағала бізді не істеп жатыр? Тазалап жатыр. Алла Тағала демек бізді тазалап жатыр күнәмізден. Мынандай қағида бар. Алла Тағала сүйген құлын осы дүниеде не істейді? Жазалап алады екен. Күнәсінің жазасын беріп, тазалап алады екен. Алла Тағала сүйген құлдарын арғы дүниеде жазалағысы келмейді екен.